Қайырлы күн, даналы оқырмандар. Бүгін Қорқыт Атаның нақыл сөздеріне тоқталатын боламыз. Ендеше тыңдап көрелік. Ер жігітке қара таудай мал бітсе, жияр, көбейтер, талап етер, бірақ несібесінен артығын жемес. Мыңғырған мал жиғанмен адам жомарт атанбас. Ондай бала ел басын құрап, үйінен дәм беруге де жарамайды. Алла Алла демейінше іс сөнбес, қадірі Тәңірі демейінше ер байымас. Баба малынан не пайда, басса дәулет болмаса, қонақ келмегенмен қара үйдің құлағына игі. Шабуын білмеген оқалы қылыштан шоқпар артық. Жалған бұл сөз дүниеде болмаса игі. Күн жадында жұма көрікті. Жол қиындығын көрмеген жабы мінген жігітке қаптауының арғымағын мінгізуден пайда жоқ. Ата даңқын шығарып, өзінің тегін қуған балаға ешкім жетпейді. Есекке қанша жүген салғанмен ат болмас. Тәкаппарды Тәңір сүймес. Ат тұяқты келеді, ақын тілді келеді. Өтірік сөзге өр баспайды. Қорқыт Атаның ана туралы нақыл сөздері. Ана ердің серігі, батырдың бағдашысы, ұрпақтың ұлы анасы. Анадан өнеге көрмеген қыз жаман, атадан тағылым алмаған ұл жаман. Анасыз қыз ақылға жарымас, әкесіз ұл сыйға жарымас. Ниеті құрған әйел, нысапсыз әйел, кесір әйел. Ананың көңілі балада болар. Ақ сүтін тоя емізсе ана көрікті. Ұлдың кімнен туғанын ана білер. Қыз анадан көрмейінше үгіт алмас. Тәлім тәрбиеге байланысты қанатты сөздері. Қыз ақылды ескермес, ана үлгісін көрмесе. Ұл жарылқап ас бермес, әке үлгісін көрмесе. Анадан өнеге көрмеген қыз жаман, атадан тағылым алмаған ұл жаман. Ондай бала елбасы құрап, үйінен дәм беруге де жарамайды. Ақылсыз баладан ата дәулетінен қайран жоқ. Өзіңнен тумаса ұл өгей, қаншама бағып қаққанмен ол саған ұл болмайды. Ер жетіп ат жалын тартып мінген соң өз жөніне кетеді. Бәлки ол тәрбиелеген адамға көрдім білдім дегенді де сөзді айтпас. Атаның атын былғаған ақылсыз баланың әке омыртқасынан жаралып, ана құрсағында шырланып тумағаны жақсы. Ата даңқын шығарып өзінің тегін қуған балаға ешкім жетпейді. Құл төбе болмас, күйеу бала ұл болмас. Жігіт тірісінде қаратаудай қылып, бір күн тыным көрмей дүние жия байиды. Бірақ соның ішінен ол өзіне тиісті үлесін ғана жейді. Көңілі пасық ер дәулет болмас. Өмір мен өлім туралы қанатты сөздері. Өмір бар жерде өлім бар, өзгеру бар. Өлмес өмір жоқ, сынбас темір жоқ. Бәрі де өледі, өзгереді, ұмыт болады. Ажал уақыты жетпейінше ешкімде өлмес. Өлген адам тірілмес. Мәңгі бақи өлмейтін, ұмытылмайтын нәрсе адамның өмірінде істеген игілікті ісінің нәтижесі. Өлген адам тірілмес, шыққан жан қайта келмес. Әзелден жасылмаса, құл басына қаза келмес. Ажал уақыты жетпейінше ешкім өлмес. Тәңірі пендесінің маңдайына не жазса сол болады. Оның жазуынсыз адам жамандық көрмейді, ажал келіп өлмейді. Өлген тірілмейді, кеудеңнен жаның кетсе, ол қайтып келмейді. Жігіт тірісінде қаратаудай қылып, бір күн тыным көрмей дүние жияды, байиды. Бірақ соның ішінен ол өзіне тиісті үлесін ғана жейді. Өлімді тоқтатса тек өнер ғана тоқтатар.